247-ні 2-ге бөлуді қарастырамыз. Бөлінгіш 247, бөлгіш 2. 2-ден қайырамын, 200-ден қайырдым. Демек, бөліндінің мәнінде 3 сан шығады екен. 3-тен бал сан шығады. 2-ні 2-ге бөлемін, 1 болады. Тексеремін. 1-ді 2-ге көбейтсем 2, жүздіктердің астына жазамын. 2-ден 2-ні азайтамын, 0 қалады. Енді екінші толымсыз бөлінгіш 4-ті түсіремін. 4-ті 2-ге бөлсем 2, көбейтіп тексеремін. 2-ні 2-ге көбейтсем 4, 4-тің астына жазып, азайтамын. Енді 7 бірлікті 2-ге бөлеміз. 7-ні 2-ге бөлсем 3 болады. Енді көбейтіп көреміз. 3-ті 2-ге көбейтсек 6. 7-ні астына жазып, азайтамын. 1 қалдық қалды. Қалған сан қалдық болады. Бөлудің мәні 123 шықты, қалдық 1 шықты. Тексеріп көреміз. 123-ті 2-ге көбейтеміз. Алдымен 2-ні бірлікке көбейтеміз. 6 болады, бірліктердің астына жазамын. 2-ні ондықтарға көбейтеміз. 4 болады, ондықтардың астына жазамын. 2-ні жүздікке көбейтемін. 2-ні 1-ге көбейтсем 2. Мына жақта бөлінгішіміз 247 еді, бізде 246 шықты. Себебі мына жақта бір қалдық бар. Енді осы 246-ға бір қалдықты қосамын. 6-ға 1-ді қоссақ 7, 4-ті өз түседі, 2-ні өз түседі. Бөлінгіш 247 шықты.